Hello students, how are you? Сәлеметсіңдер ме оқушылар, қалдарың қалай? Бүгін біз сіздермен 22-23 беттегі жаттығуларды жасайтын боламыз. Exercise number 10, page 22. Listen and read. 22 беттегі 10-шы жаттығу тыңда және де оқы. 10-шы жаттығудағы суреттерге қарап мәтіндерді оқимыз. Come on, let's play football. Okay, cool. Келіңдер, футбол ойнайық дейді. Екінші суретте take off your caps and scarves. And your jumpers too. Қалпақ, яғни кепкаңызды және де шарфыңызды шешіңіз. Және де жемпіріңізді де шешіңіз. Үшінші суретте Are you ready? Let's play. Дайынсың ба? Ойнайық дейді. Hey, those dogs have got our clothes. Ей, анау иттерде біздің киімдеріміз бар. Бесінші суретте Got you, give me that scarf. Мына шарфты маған берші. Алтыншы суретте Oh no, look at my scarf. And look at my cap. Your clothes look funny. О, жоқ, менің шарфыма қара. Және менің кепкама, яғни қалпағыма қара. Сендердің киімдерің күлкілі көрінеді. Exercise number 11. Read the story and choose the clothes. Жоғарыдағы мәтінді оқып, сол жерден киімдерді таңда дейді. Төменгі жақта бізде киімдер көрсетілген. Біріншісі caps. Кепка, яғни қалпақ қазақша. Jeans, джинсы. Gloves, қолғап. Boots, етік. Scarves, шарфтар. Jumpers, жемпірлер. Жоғары мәтінде бізде caps, яғни кепка, scarves, шарфтар және де jumpers, жемпірлер. Осы үш зат айтылған болатын. Exercise number 12. Read the story again. Put the sentences in order. Мәтінді қайтадан оқып шық. Сол жердегі сөйлемдерді рет-ретмен орналастырып жаз дейді. Әйді оқиық. They want to play football with some boys. Олар бірнеше балалармен футбол ойнағысы келді. B. The dogs run away with the boys' clothes. Иттер балалардың киімін алып қашты. Liam and Jake are at the park. Liam және Jake паркте. The boys take off their caps, scarves and jumpers. Балалар өздерінің кепкаларын, шарфтарын және жемпірлерін шешті. Енді біз рет-ретмен қойғанда бізде бірінші C болады. Liam and Jake are at the park. Liam мен Jake паркте. Екінші бізде A болады. They want to play football with some boys. Олар басқа балалармен футбол ойнағысы келді. Одан кейін бізде D болады. The boys take off their caps, scarves and jumpers. Балалар өздерінің кепкасын, шарфын және жемпірін шешті. Ең соңғысы B болады. The dogs run away with the boys' clothes. Иттер балалардың киімдерімен қаша жөнелді. Exercise number 14. Listen and read. Make a new dialogue with your friend. Тыңда және де оқы, өзіңнің досыңмен жаңа диалог құрастыр дейді. Оқиық. Emily, I like that scarf. Маған осы шарф ұнайды. Oscar, which one? Қайсысы? Emily, the green and yellow one. Жасыл және сары. Oscar, it's great, let's buy it. Бұл тамаша, сатып алайық дейді. Diana, do you like boots? Саған етіктер ұнайды ма? Айдана жауап беріп жатыр. No, I prefer shoes. Жоқ, маған туфлилар ұнайды. Өте жақсы, дейді Диана. Айдана. Жүр, сатып алайық, дейді. Listen, point and repeat. Тыңда, белгіле және де қайтала, дейді. Бұл ереже бойынша, яғни C, H екеуі бірге қосылса, Ч әрпін береді. Яғни суретке қараймыз. Cherry, chase. Ч болып оқылады. Cherry дегеніміз бізде шие, яғни вишня. Chase дегеніміз қуалау. Ал егер бізде C және де H екеуі қосылса, Ш әрпін береді. Dish, fish. Dish дегеніміз тағам, fish дегеніміз балық.
Exercise number 16. Complete, then listen and repeat. Толықтыр. Одан кейін тыңда, және де қайтала дейді. The cherry is catching the dish and the fish. Шие ыдыс пен балықты қуып келеді. The cherry is catching the dish and the fish. Goodbye, students. Сау болыңыздар, оқушылар.